Астанада бір мезетте 40-тан астам жаңа жылдық шыршаның шамы жағылды. Олар қаланың 6 ауданындағы негізгі мерекелік алаңдарға қойылған, биіктігі 25 метрге дейін жететін жасыл желектер ерекше сәнмен безендіріліп, қала тұрғындары мен қонақтарына көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Қазір елордадағы мерекелік шарадан әріптес Инара Барсақбаева тікелей байланысқа шықты. Инара, кеш жарық, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы кеш, Оксана. Дәл қазір біз Астананың Алматы ауданындамыз. Мұнда мерекенің лебі айрықша сезіліп тұр. Мінекей жаңа ғана от шашу болды. Жалпы осыдан бірер минут бұрын осы аудандағы 4 бірдей алаңда жаңа жылдық шырша шамы жағылды. Соның ең ірісі осы Ақбұлақ өзенінің жағалауына қойылған шыршаның биіктігі 25 метр. Оны безендіруге жаңа жылдық гирляндалар, түрлі түсті сәндік элементтер, шырша ойыншықтары пайдаланылды. Жалпы айналасы шыршаның ертегі кейіпкерлерімен безендірілген. Шырша бір сөзбен айтқанда көздің жауын алады. Ал осы алаңға отбасымен келген тұрғындар серуендеп фотоға да түсіп жатыр. Дәл қазір менің қасымда ішкі саясат бөлімінің басшысы тұр. Жалпы бұндай жаңа жылдық кештер білуімше басқа да, осы Алматы ауданының басқа да алаңдарында да өтіп жатыр. Бізде Алматы ауданында бүгін 4 бірдей жерде жаңа жылдық шыршалар жағуда. Мына жерден Ақбұлақ өзенінің жағалауынан басқа орындарда да осындай шыршалар орналастырылған. Ол шыршаларда барлығы тұрғындар мен қала қонақтарына ыңғайлы, жайлы жағдай жасау үшін сырғанау орындары мен осындай күшті мафтар орналастырылған болатын. Бүгінгі жаңа жылдық кештен мінекей бізге қала тұрғындары да келіп қалды. Қандай әсер алдыңыз бүгінгі кештен? Тамаша. Бүгін ауа райына қарамай біз әріптестермен бірге келдік. Осы шыршаны тамашалауға өте жақсы екен. Бәрі керемет ойындастырылған. Мына жерде мұз алаңы бар екен. Демалыс күндері Алла жазса немеремізді сырғанақ тебуге әкелетін боламыз, Алла жазса. Бүгінгі кеш ұнап жатыр? Өте ұнап жатыр, өте көңілді өтіп жатыр. Рахмет әкімшілікке. Рахмет. Оксана, жалпы бүгін Астанада бір мезетте 40-тан астам жаңа жылдық шырша жағылды. Олар Астана қаласының 6 аудандағы негізгі мерекелік алаңдарға қойылған. Жалпы қала әкімдігінің мәліметінше биыл тұрғындардың осындай жаңа жылдық кештерді көңілді әрі қызықты өткізу үшін барлық жағдай жасалған. Мынадай жаңа жылдық шыршалардың қасына коньки тебет, мынадай мұз айдындары да ұйымдастырылған. Жалпы қазір мен бүгінгі кешті одан әрі тамашалайтын боламын, Оксана. Ақпаратыңызға рахмет, Инара.